Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін шеңбер және дөңгелек деген тақырыпты оқитын боламыз. Бұл біздің оқулығымыздың 101-ші бетінде тұр, 18-ші параграф. Сонымен ең алдымен шеңбер деген не, соған тоқталайық. Шеңбер дегеніміз ол жазықтықтағы бір нүктеден бірдей арақашықтықта жатқан барлық нүктелердің жиынын шеңбер деп атаймыз. Ол мысалы, міне жазықтықтан бір нүкте алайық. Осы нүктеден бірдей арақашықтықтағы барлық нүктелер, мына нүкте, келесін ал, солай барлық нүктелер бірдей арақашықтықта жатса, осылардың жиынын, мынау мен сызып қойдым, осы сызықтың бойында көптеген нүктелер бар. Сол нүктелерді қосқанда осындай шеңбер шығады. Міне осындай бірдей арақашықтықта жатқан нүктелердің жиынын біз шеңбер деп атайды екенбіз. Ал шеңбердің қандай өлшемдері бар дегенде, шеңберде бірінші міндетті түрде центр болады. Центрді О нүктесімен белгілейді әдетте, ал оның тағы да радиусы болады. Радиус деген сол шеңбердің центрінен мынау бірдей арақашықтықта жатқан нүктелердің арасын қосатын кесіндіні радиус дейміз. Соны біз R әрпімен белгілейміз радиусты. Бұл радиус R әрпімен, бас әрпімен белгілейміз. Бұл шеңбер. Енді дөңгелек деген не? Дөңгелек деген осы сыртқы шекарасы шеңбермен шектелген жазықтықтың бөлігін дөңгелек деп атаймыз. Яғни оның да центрі бар және оның да радиусы бар. Тек қана ол жазықтықтың бөлігі деген сөз, ол жазықтықтың бір бөліп алған бөлігі, ол яғни мынаның ішінде аудан бар деген сөз. Яғни боялады. Бұл дөңгелек. Сонымен шеңбер, дөңгелек деген ұғым кіргіздік. Енді нақты мысал ретінде мен үй жағдайында шеңбердің не екенін, дөңгелек не екенін былай түсіндіре аламын. Мысалға, бұл шеңбер. Бірдей нүктелердің жиыны міне шеңберді құрап тұр, ортада центр бар. Бұл шеңбер, яғни арасы бос. Ал дөңгелек деген не? Ол дөңгелек деген, ол да шеңбермен шектеледі, жазықтықтың бөлігі, яғни бояған себебіміз сол. Яғни оның ортасы бос емес. Бұны дөңгелек деп атаймыз. Енді ары қарай шеңбер мен дөңгелектің тағы да центр мен радиусынан басқа шеңбердің тағы не бар? Соған тоқталайық. Шеңбердің бойындағы кез келген екі нүктені қосатын, мысалы А нүктесі болсын, Б нүктесі болсын. Осы кез келген екі нүктені қосатын кесіндіні, осындай кез келген екі нүктені қосатын кесіндіні біз хорда деп атаймыз. Бұл хорда. Ал егер осы хорда шеңбердің центрінен өтсе, хордалар, шеңбердің центрінен де өтетін хорда бар. Мынаны С нүктесі, Д нүктесі деп алсам, осындай шеңбердің центрінен өтетін хорданы біз диаметр деп атаймыз. Енді біз жаңа көрдік, центрден бастап шеңбердің шекарасындағы нүктеге дейін арақашықтықты радиус дейтін болдық. Онда сондай кесіндіден бізде екеу тұр. Сонда бір диаметр дегеніміз ол екі радиусқа тең екен. Бір диаметріміз екі радиусқа тең. Сонда хордалардың ең ұзыны диаметр деген сөз. Келесі, осы хордаға қатысты бір теорема бар екен. Ол теорема айтады, егер диаметр дейді бір хордаға перпендикуляр болса, диаметр жүргізейік, центрден өтетін бір диаметр, ол бір кез келген бір хордаға перпендикуляр болса, егерде мынау АБ диаметрі, СД хордасы бізге айтады, егер дейді
АБ диаметрі перпендикуляр СД қордасына болса, екеуі перпендикуляр болады екен, онда мынау қиылысып тұрған нүктені мен Е деп алайын. Центр бізде О. Осы жердегі егер екеуі перпендикуляр болса, ол диаметр міндетті түрде қорданы қақ бөледі дейді. Ол деген сөз С Е тең болады Е Д-ға деген сөз дейді. Олай болса, осыны шындығында да мынау екі аралық бір-біріне тең ба? Осы екі аралық. Соны біз тексеріп көрейік. Ол үшін мен центрден осы қордалардың бас нүктелеріне радиус жүргізіп алайын. Бір радиус, одан Д-ға бір радиус жүргізіп алайын. Бұлар бізде радиус. Шеңбердің центрінен бірдей қашықтықта жатқан нүктелерге дейінгі қашықтықты біз радиус дейтін болдық. Радиус жүргізіп алдым. Мені көріп тұрғандарындай сыртында бір ОСД деген үшбұрыш тұр, бірақ ішінде тағы екі үшбұрышқа бөлініп кетті АБ диаметр арқылы. Сонда ОСЕ үшбұрышы және ОЕД үшбұрыш деп екі үшбұрышты қарастырайық. ОСЕ және үшбұрыш ОЕД. Осы екі үшбұрышты қарастырсақ, ол екеуі де қандай үшбұрыштар? Тікбұрыш үшбұрыштар, себебі теореманың басында айтылғандай, бізде АБ мен СД перпендикуляр, сондықтан олар тікбұрыш үшбұрыштар. Онда олардың бір бұрыштары 90 градус деген сөз. Сәйкесінше ОЕ деген бірінші, ОЕ деген катет екі тікбұрыш үшбұрыштың олар ортақ. Сонда ОЕ-ге тең болып тұр екі үшбұрышын алғанда. Біріншісі. Екіншісі, гипотенузаларына қарай. ОД және ОС. Ол екеуі де тең. Не үшін? Өйткені екеуі де радиусқа тең. Сондықтан ол гипотенузаларда сәйкесінше тең болып тұр. Олай болса, осы екі теңдіктен тікбұрыш үшбұрыштардың бір катеті мен гипотенузасы тең болса, ондай тікбұрыш үшбұрыштар бізде тең, тепе-тең тікбұрыш үшбұрыштар болады. Сондықтан біз егер олар тең болса, онда қалған екі катеті де бір-біріне тең деп бағанағы теоремамызды дәлелдеп ала аламыз. Болса, мына екеуі де тең. Яғни теореманың басында айтқандай, қорданы, егер перпендикуляр жатқан қорданы диаметр қақ екіге бөле алады екен. Теорема дәлелденді. Енді осы шеңберге қатысты тағы не айтылмай қалды? Шеңберде тағы мынандай ұғым бар. Егер бір бұрыштың төбесі шеңбердің центрінде жататын болса, ондай бұрыштарды біз центрлік бұрыштар деп атаймыз. Мысалы, бір бұрыш алайын мына жерден. Бұрышты білеміз, бір нүктеден шығатын екі сәуледен тұрады. Міне, осындай бұрыш алсам, сол бұрыш осындай төбесі центрде жататын бұрышты біз центрлік бұрыш деп атаймыз. Центрлік бұрыш болса мынау, онда центрлік бұрыштың арасында жатқан осы бөлік шеңбердің осы бөлігі. Мынау. А, Б деп алайын қиылысқан жерлерін. Осы бөлікті біз шеңбердің бұрыштың арасындағы бөлікті қорда деп атаймыз. Доға деп атаймыз. Ал осы центрлік бұрыштың арасында жатқан бөлікті, мынау бөлікті біз сектор деп атаймыз. Осымен бүгінгі сабағымызда берілуге тиісті нәрселердің бәрі берілді. Сау болыңыздар.